Сәлем, менің құрметті оқырманым. Бүгін мен сіздерге осындай схеманы қалай жасауға болатынын түсіндіремін. Бұл бізде онлайн Миндомо тақтасы. Бұл тақтаға ең бірінші кірмес бұрын таңдаймыз, оқушымыз ба, жоқ мұғалімбіз бе, соны таңдап аламыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай, бұл тек қана схема жасамай, оның соңында слайд ретінде көрсетуге болады. Бұны сіздерге видеоның соңында түсіндіремін. Бірінші ашылған бетте өздеріңізге қажетті схеманың түрін таңдап аласыздар. Енді көріп тұрғандарыңыздай түрлері өте көп. Мен осының бірін таңдап көрейін. Схема деген таңдадым. Ашылған бетте главная тема деген жерге сіздер өтілейін деп жатқан тақырыптың атын қойсаңыздар болады, немесе белгілі бір семинарда талқыланатын тақырып болса, соны жазып қоясыздар. Одан кейін жоғары жақта қосу батырмасын көріп тұрсыздар. Бұл батырманың біреуі тақырыпты қоятын болса, екіншісі ол тақырыпшаны қоюға арналған. Осылайша сіздер тақырыптарыңызды дұрыстап жазып, схемаларыңызды құрып аласыздар. Одан кейін сіздер осы дайын схеманың өзін түрлендіре аласыздар. Яғни тақырыбыңыздың жуан болуын немесе әдемі көрінуін қаласаңыз, түсін өзгерте аласыз. Сызбаларыңыздың барлығын өзгертіп, өзіңізге ыңғайлап әдемілей аласыздар. Мінекей мен қазір көрсетейін сіздерге. Тақырыбын түсін өзгерттім. Осылай сіздер де өздеріңіз дұрыстап аласыздар. Осылай барлық схеманың дайын болғаннан кейін біз оны сақтаймыз. Сол жақтағы 3 батырманы басып, осы жерде сохранить автоматически дегенді таңдайсыздар. Осылайша сіздердің жаңағы жасаған жұмыстарыңыз сақталады. Енді сақталған жұмысымызды қазір ашып көрейік. Бұл жерде доступты да қоюға болады, қазір көрсетемін сіздерге. Яғни сіз ғана қолдана аласыз бұнымен, немесе оқушыларға телефонына сілтеме жіберіп, оларды қолданатындай істесеңіз болады. Енді слайдты қалай жасаймыз? Ол үшін мінекей қажетті жерімізді белгілеп аламыз. Одан кейін оған сан қойып шығамыз. Бірінші ашылатын слайд, екінші ашылатын слайд деп осылай қоямыз. Нәтижесінде бізде мінекей мынандай слайд болады. Бірінші түсіндіріп кеттік, одан кейін мағынасына қарай түрлерін, одан кейін сөйлемдегі қызметін осылай бөліп көрсетеді. Мінекей бұл өте қызықты әрі оңай жұмыс жасауға арналған тақта. Мен мінекей курста осылай бізге берілген тақырыпты тез арада дайындап түсіндіріп берген болатынмын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз маған өте маңызды. Рахмет.